Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тіл сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сәлем беру салтымыз. Сабағымыздың оқу мақсатымен таныс болайық. Ауызекі сөйлеу этикеттері мен көркем сөйлеудің құрылымдық және жанрлық ерекшеліктерін ажырату. Үстеудің мағыналық түрлерін ажырату. Синонимдік қатарларын түрлендіріп қолдану. Оқушылар, сабағымызды бастамас бұрын мына бейнеүзікке назар аударайық. Құнанбайдың ауылы бұл уақытта көл қайнар деген суы мөлдір, мол бұлақты қоныста жатқан еді. Ауыл тұрғындары үш аттыны алыстан таныды. Сөйтті де шуласа кетті. Үй ішінде жүрген Абайдың шешесі Ұлжан ұлының шамамен осы күні келетінін алдын ала болжаған. Абыр-сабырды ести сала ол да төрде отырған енесі Зерені хабарландырып, сүймелдеп сыртқа шығады. Абай асығып аттан түсіп, шешелері тұрған топқа жүре бергенде, Ұлжан оған анандайдан тұрып, балам, әуелі ар жағыңда әкең тұр деп, әкесіне барып сәлем бергені жөн екенін айтады. Бала жалт қараса, қонақ үйдің тұсында аға сұлтан Құнанбай, оның тоқал шешесінен туған інісі Майбасар мен Майбасардың атшабары Қамысбай тұр екен. Әкесін байқамай қалғанына ыңғайсызданған Абай солай қарай беттейді. Онымен қатар Құнанбайдың жанына Байтас пен Жұмабай да келеді. Үшеуі жамырай амандасады. Құнанбай тез бұрылып қысқа амандық сұрасады. Бойың өсіп, ер жетіп қалыпсың балам. Біліміңде дәл солай өсті ме дейді ол. Абай алғашында бұл кекету ме, әлде расымен білгісі келіп сұрап тұрма, түсінбей қалады. Кейін сұрақты жауапсыз қалдырмау үшін, шүкірлік әке, ат барған соң дәріс тамам болмаса да, Қазіреттің рұқсатын алып қайттым дейді. Үлкендер баланың жауабын құп көреді. Құнанбай Абайды шешелеріне жібереді. Оның қаладан келген үшеуімен сөйлесіп тұруға уақыты жоқ еді. Себебі көңілдің бәрі дәл сол уақытта алыстан келе жатқан 4-5 атты адамда болатын. Абай шешелеріне жеткенше жол жөнекей ауыл адамдары оны кезек-кезек сүйіп құшақтап мәре-сәре боп жатты. Құнанбайдың сұлу тоқалы Айғыз осы уақытта мына жаман қатындар баламыздың бетінен сүйер жер қалдырмады ғой деп, оның көзінен сүйді. Ұлжан ұлын сүймеді. Тек құшақтап, маңдайынан искеді де әжесіне қарай жіберді. Әжесі Зере маған емес, бірінші әкеңе бардың деп ұрысты да, немересі құшағына кіргенде құлыншағым деп кемсеңдеп, жылауға айналды. Оқылым тапсырмасы. Мәтінді оқып, ауызекі сөйлеуге тән сөз қолданыстарын табыңдар. Оқушылар, сұрақтарға жауап берейік. Әңгімеден сәлемдесудің қандай жөн жосығын байқадыңдар? Абайды телғара деп атауынан қазақтың қандай әдет ғұрпы байқалады? Зере әжесінің жаман неме деуі неліктен? Немересін қандай сөздермен қалай еркелеткен? Тілдік бағдарға назар аударайық. Мекен үстеулері қимыл, іс-әрекет, амалдардың мекенін, орнын, бағытын білдіреді. Қайда, қайдан деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, төмен жоғары, ілгері, әрі бері, алға артқа, тысқары, осында, мұнда, кері, арттан, жолшыбай, жол жөнекей, кейін тағы да басқа. Оқушылар, ережені толық жаттап, мұқият есте сақтаймыз. Келесі тапсырма. Мәтіннен мезгіл және мекен үстеулерін тауып, мәндес сөздерін жазыңдар. Тыңдалым тапсырмасы. Аудио жазбадан сәлемшілер мәтінін тыңдап, сәлем берудің ерекшеліктерін анықтаңдар. Сәлемшілер. Осы біздің ақ үйді жұрттың бәрі таниды. Түс аттанып жатады бір қонағы қадірлі. Жарасып кең шапаны, әппақ сәнді сақалы, кеште басқа қонағы аттан түсіп жатады. Жарқыраған маңдайы, атам жүзі жайдары, біледі бір құрбысы бұрылғанын арнайы. Көргендеймін жыл құсын, әлдадасып жүрмісің, деп қалжыңмен қағытып, бастайды үйге құрбысын. Бала шаға мал басын, сұрап біліп алғасын, қымыз ішіп, жамбас жеп, созады сөз жалғасын. Жатар едім төріңде, шаруам тығыз менің де, немереңе кішкентай келдім сәлем беруге.
сақтап жүрген халқымыз, бар емес пе салтымыз, бала келсе алыстан сәлем берген қартымыз. Міне, осындай қадірлі қарттарға ермек табылды. Маған сәлем беруге ала жаздай ағылды. Үйретер салт дегенді аталарым көбейді. Өмір бойы оларға сәлем берем мен енді. Ізденімдік тапсырма. Оқылым және тыңдалым мәтіндеріне қатысты мақал-мәтелдер тауып айтыңдар. Үйге тапсырма. Тыңдалым мәтіні бойынша үстеулерді тауып жазыңдар, синонимдік қатарын көрсетіңдер. Оқушылар, сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет.